екі кабинет болады. Біреу Huawei'нің кабинеті, біреу Лимонның. Екеуінің де түскен доходтарыңыз екі жаққа бөлек түседі. Лимонда мысалы да қалай программа өтеді. Мысалы сіз тіркелдіңіз Huawei'ге, сіз уже партнерсіз. Сізде қандай біріншіден сіз Лимонның партнері болып автоматически боласыз. Екіншіден сіз бұяқта как оптовик компания боласыз. Яғни сізде преимущество арзан затты алуға преимуществоңыз бар да. Үшіншіден сіз бұяқта ссылка тарата аласыз. Яғни ссылканы тарата отырып, жаңағы әр адамға да, мысалы сіз келіп көршіңізге тараттыңыз, көршіңіз біреуге таратты, оның барлығы сіздің ссылкаңыз арқылы кетеді ғой, ID арқылы. Сізге солардан процент түсіп отырады. Президенттің өзі кеше айтып жатыр да, 20 адам просто сенің кабинетінде 20 покупатель фиксировать етілсе, бізге бір ай уақыт береді, ертең маркетплейс ашылады ғой. Запуск басталған кезде Қазақстанға барлығымызға бір ай ғана уақыт беріледі. Бір айда біз ссылка таратып үлгеруіміз керек. Мысалы, сіз 20 түйір адамға ғана тараттыңыз дейік, сол 20 адам уже сізде фиксированный покупатель болып сохранить етіп қалады. Одан кейін Ахлима ханым келіп, жаңа Эдуард мырзаны шақырған адамның Ахлима ханымды соларға ссылка жіберсе, например, уже ол кісілер Эдуард мырзада тіркелген ғой, уже покупатель болып. Олар уже Ахлима ханымға тіркеле алмайды. Кәдімгі соған шейінде жасалып жатыр да қазір кабинеттерде. Сол адамдар, сол 20 адам дейік, примерно сіздің кабинетіңізде покупатель ссылкаңызға тіркелген. Сол адамдар өздері тоже таратады ғой ертең. Қаншама адамға тему сияқты. Солардың барлығынан сіздер рахаттанып процент алып отырасыздар. 3, 2, жаңа 1, 0,5% деген сияқты. Ол процент қалай аласыздар? Сіздің тіркелген кабинетіңізге байланысты. Егер сіздің кабинетіңіз $213 болса, онда сіз 2 уровеньнен процент аласыз. Егер сіздің кабинетіңіз 507 болса, онда сіз 4 уровеньнен аласыз да. Егер сіздің кабинетіңіз $1000 болса, онда 7 уровеньге шейін процент аласыз. Бұл уровень дегеніміз қалай? Қысқаша түсіндіріп өтейін. Мысалы, мен тіркелгем, Эдуард мырза тіркелген жоқ дейді. Мен ол кісіге ссылканы бердім, ол кісі менің ссылкаммен товар алды 40 мыңға. Эдуард мырза менің бірінші уровень болып саналады, яғни мен одан 3% алдым. Енді Эдуард мырза кетті, мына ішінде заттар күшті екен, маған ұнап тұр дейді, көршісіне береді, Айжанға да, мысалы. Ол көршісі келеді, мынау қызық екен дейді, ол да зат алады 70 мыңға дейді. Бірақ Эдуард мырза тіркелмеген ғой, партнер емес қой компанияның. Оған түспейді, яғни менің ссылкам ол таратылып кетіп жатқан. Маған ол уже екінші уровень, потому что оны Эдуард мырза таратқан, да, ары қарай. Екінші уровень болып санады да, мен екінші уровеньнен 2% алам. Соны 70 мыңға істеген заказдың 2% маған түседі. Енді ол кісі тағы біреуге таратады. Ол үшінші уровень болып саналады. Олар тағы біреуге таратады. Төртінші уровень болып саналады. Сөйтіп те қаншама адам. Енді представьте, қазір ертең ссылкаға таратыңдар болды деп запуск берген кезде, сіздер келесіздер да, бір күнде мысалы 500 адамға таратсаңыздар. Болды да, 500 адамға уже ссылка бір ай болды, тоқтады дейік. Сол 500 адам тоже таратады пәлен мың адамға. Сол 500 адамнан таратқан ссылканың бәрінен сіздер рахаттан процент алып отырасыздар да. Күніне 100 мың теңге алу мүмкін, 50 мың теңге алу мүмкін. Даже акционер болмаған бұл жерде партнерлардың, мына жақта партнер болғаныңыздың сіздің преимуществосында, соның өзінен сіздер рахаттан керемет ақша табатын уақыттарыңыз болады сондай. Лимон ашылғаннан кезде. Ал енді акционер болған кісілер, ол кісілер енді жоқ дегенде Лимонда ала қаласа, Лимон примерно дейді, 6 ай запусктенген, 6 ай уже товарға адамдар үйренеді, тему сияқты заттарын ала береді, әркім доставка, склад, ПВП бәрі ашылады. Вот сол кезде дейді, акционерлердің өзі тым жоқ деген кезде күніне $2000 алып отыратын мүмкіндіктері бар дейді. $2000 ол минимальный айтып жүр да. Директор бір жұлдыздар, мысалы, одан уже 2 есе көп алады. Яғни $4000 алады. Директор 3 жұлдыздар, олар уже $5000-6000 алады. Солай көбейе береді. Одан бөлек Лимон маркетплейсте өзіндік маркетинг болады. Ол әзір айтылып атқан жоқ, оны бізге де айтқан жоқ бұяқта. Лимонды запуск отправим, потом уже скажем дейді да. Енді бізде ссылка таратқанның өзі сіздерге үлкен преимущество. Сондықтан мен акционер болмай қалдым, мен үлгере алмай қалдым, ойба деп өйтіп ешқандай не істейтін жоқ. Акционер болғыңыз келсе, конечно, осы кезден қозғалыңыз. Потом деген бұл супер нәрсе. Күніне сіздерге 400-500 мың теңге, күніне 10 миллиондап, 40 миллиондап алатын мүмкіндіктеріңіз болады акционерствода. Дивиденд деген, өйткені бізде жалғыз тек от иголки до автозапчасти простой заттар болмайды. Одан бөлек бізде өзімдік брендтік товарлар болады. Яғни лимон сотовый, лимон утюг, лимон стиральная машина деген сияқты, Samsung, iPhone деген бренд қой. Дәл сол сияқты лимон деген бренд болады да, арнайы кабинеттерде. Сол лимон брендтің өзінен де мысалы қаншама адамдар зат алған кезде, оның өзінде бір өзіндік маркетингі болады оның да.
алдында айтқан, мысалы акционерлердің өзі лимон брендтен коэффициент алып, типі соның акциясын сатып алған адамдар болып есептеледі дейді да. Біз енді мына акция, валюта деген көп нәрсені түсінбейміз ғой. Біз, оказывается, мына акционерлер сол акцияның мүшесі боламыз. Ертең алдағы уақытта, мысалы, Тесла өзіндік акциясын сатып жатады ғой, 1% деген сияқты. Сол сияқты біздің де өзіміздің акциямыз болады, біз де солай процентпен ертең сатуымызға болады екен.